Сәлем достар, сіздерге мындай бір туындымды көрсетейін деген едім. Бұл видеода мен мастер-класс көрсетпеймін. Бұл қысқаша ғана сондай обзор. Мүмкін жақсы тоқып жүргендер болса, соларға как шпаргалка ретінде ма, және де өзімде есінде қалу үшін түсіріп жатырмын видеоны. Бұл кардиган 4 жасар ер балаға арналған. Бұны мен андай тоқыма жіппен істедім, ланоса. Бұл жерде айтылады 50% мақта және акрилдан. 850 метрден тұрады екен. Бұл кардиганға менде 4 моток кетті. Мен оны 2 қабаттадым. Мысалы, қалғаны, осы кардиганнан қалғаны, мінекей, өзі сондай өте жұқа десе болады. Жаздық киімдерге 1 қабаттан тоқса жақсы. Бұл күздік болғандықтан мен 2 қабаттадым. Номер 2 спицаны қолдандым. Және де мынандай түйме. Өйткені кардиган өзі қарапайым болғандықтан алдында бір әдемі бір нәрсе тұрсыншы деп шешіп осындай түймені таңдадым. Түсі қазір міне жақсы көрсетіп жатыр. Сондай джинсовый десе болады. Соларға сай келеді. Мындай ою-өрнек жасадым. Жеңіне және де арқасына да осындай біреу кетті. Енді размері қанша кетеді? Бойын білмеймін баланың. Бірақ бүкіл меркасын алып, есептеп, яғни бірінші тоқып алдым, тоқып, жуып, кейін есептедім. Мына жерде жазып қойғандарым бар, осыларға қарап отырдым. Мысалы, 10 сантиметрдің ішінде 27 петля болды, яғни 2/7 деп есептедім. Мойына алдым мен 96 петля кетті. 2 ілмектен ол несіне кетті, регланына кетті. Мына жерде регланын мен тоқыдым қазір. Видимо, ыңғайсыз камерадан. Сосын былай алып көрсетейін. 24 сантиметр регланына кетті. Бас аяғы. Елуге жетпеткен 49,5 сантиметр болып тұр. Капюшон былай істедім. Өзі ішке қайрылып тұратындай болсын деп. Қазір. Және де қаладым сондай капюшоны сондай бос тұрғаны. Кепкамен, шапкамен киген кезде қазір жастар жақсы көреді осындай киінеді. 30 сантиметр болып тұр. Ені мыняқта қайырғанын есептемей қойдым, қалай тұрғаны. Ол 22. Жеңі 30-ға кішкене жетпейді. Осыншама болды. Қай жағын айтып кетуге болады. Артынан қосып отырдым капюшон мына жерден. Бірінші 2 қатардан қостым. Маған керекті сондай үлкен болу үшін 6 қатардан кейін тағы қостым. Осы бәрін айтып болған сияқтымын. 96 петля, 2 петля ол ілмек регланына кетті. Және де мына жерде тесік жасамадым. Әрине 2 ай бойы тоқыдым бұны. Өте, қалай айтсам екен, майда жұмыс болды десе болады. Өйткені жіптің өзі қарап отырсаңыздар, осындай жұқа жіпті. Бірақ әдемі тоқыма жіп,
мен кеңес берер едім, бірақ біздің қалада мен таппадым, басқа қалада сатып алған еді. Осы баланың анасы алып берді, баласына сондай тоқып берші деп. Ал біздің қалада бұл жіпті таба алмадым мен, тура осы жіпті. Және де түйінделмейді. Мен жуып, қазір үтіктедім осы түрі. 2 ай бойы өздеріңіз білесіз, әр жерде тасып тоқып жүрген кезде жіптің өзі түрі көрінеді. Өйткені анандай түйіндер болып кетеді, түтіліп. Бұл ондай болған жоқ. Ұнады маған. Және де отырған жоқ. Жуған кезде 30 градус неде жудым. Кір машинаның ішінде жудым. Хотя қағазында айтылады, ол кір машинаға салуға болмайды деп. Бірақ мен салдым. Жоқ, алдайым. Болады екен салуға, міне. Белгісінде мына жерде тұрғандай. Кір машина жууға болады. 40 градусқа дейін жууға болады екен. Мен 30 градуста жудым. Тағы да түсі де ұнады маған. Сондай современный киген түс. Осылай. Тағы да анасы сұраған еді, қандай түсті шапка кисе болады. Өздеріңіз комментарийда жазсаңыздар болады, қандай түсті шапка кигізер едіңіз осы кардиганның қасына, қара ма, ақ па, немесе басқа түс па. Тура қазір түсін беріп тұр, осындай джинсовый түс кардиган. Рахмет. Кіріп тұрыңыздар біздің каналға. Сау болыңыздар.